Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге құрамында ұн, жұмыртқа жоқ, бар болғаны 2 ақ заттан тұратын без выпечки, яғни пеште пісіруді қажет етпейтін жасалу жолы оп-оңай, бар жоғы 10-15 минутта дайындалатын дәмі енді сөз жоқ керемет сүзбеден жасалған десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін қарап шығып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, ал кеттік дайындау процесіне көшейік. Ең алдымен десертті дайындауды желатиннен бастаймыз. Неліктен? Себебі уақытымызды үнемдеу үшін. 18 грамм желатинді өлшеп алып, 150 мл су қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып қойып қоямыз. Десерттің негізгі құрамын әзірлегенше желатин де ісініп дайын тұрады. Енді 400 грамм сүзбе, оның үстіне 200 грамм қаймақ қосамыз. 100 грамм қант, 1 шай қасық ванилин ұнтағын қосып, араластырып шығамыз. Енді погружной блендермен әбден біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Сүзбелі қоспамыздың түрі осындай біркелкі йогурт тәрізді болып шығуы керек. Жоғарыда айтып кеткендей, желатинімізде ісініп дайын тұр. Желатинді сулы баня немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Енді шәймен сүзбелі қоспамызға құйып араластырамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, сүзбелі қоспамыз ешқандай түйіршіксіз біркелкі боп шығуы керек. Алдын ала дайындап қойған жүрек силикон формаға жартысынан төменетіп, сүзбемізді құйып шығамыз. Не болмаса диаметрі 18-20 см қалыпқа, не болмаса фантазияларыңызға қарай кәдімгі шәй ішетін кесеге немесе шұңғылда ыдысқа құйып жасауға да болады. Құйған сүзбеміз кішкене өзінің формасын ұстап қату үшін мұздатқышта 20-30 минуттай ұстадық. Сүзбенің қатқанын байқағаннан кейін алдын ала жуып, кептіріп, дайындап қойған өзіміздің қалаған сүйікті жеміс-жидектерімізді сүзбеміздің үстіне қалауларыңызға қарай құйып шығамыз. Барлығының үстіне құлпынай салып, енді үстіне қалған сүзбелі қоспамызды құямыз. Кейін жартысын мандариннен жасап көрсетейін деп шешкендіктен, екінші қаттардағы құлпынайларды алып тастап, мандарин салып шықтым. Үстінен сүзбелі қоспамызды құйып шығамыз. Бетін тегістеп, бос бұрыштарына кішкентай қасықтың көмегімен қалған сүзбелі қоспамызды құйып шығамыз. Тоңазытқышқа салып 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Арасында қатқан-қатпағанын тексеріп тұрамыз. Не болмаса тез қатып, тез дайын болу үшін мұздатқышқа 1-2 сағатқа салып қойсаңыздар да болады. Енді қалыптан жаймен шығарып аламыз. Мен сәл ертерек шығарып алыппын, жақсылап қатпағандықтан сәл кейбіреуінің бұрышы сынып кетті. Мұндай жағдайда, сынып кеткен жағдайда көңіліңізді түсірудің ешқандай қажеті жоқ, барлығы тәжірибемен келеді. Енді арнайы декор соуспен әрлей бастаймыз. Негізінде үйде варенье болса, вареньені пакетикке салып алып әрлесеңіздер де болады. Осындай дайын болған ақ түсті сүзбелі десертіміздің бетін өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай, қалауларыңызға қарай шоколадпен, не болмаса балғын жеміс-жидектермен де әрлеп шығуға болады.
Мінекей жеп жеңіл, онсыз өте дәмді десертіміз дайын. Бір дәмін татқан адам қайта жегісі келе беретін, ал дайындалу жағынан оңай болғандықтан сіз пісіре бергіңіз келетін өте дәмді, өте жеңіл десерт. Егер де салмақ тастағыңыз кеп, бірақ тәттіге отказ бере алмай жүрсеңіз, ішіне қант қоспай міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Жүрек пішінді самса мен пирог дайындау туралы видеоны арнамнан қарасаңыздар болады. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Егер де видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Кездескенше сау саламат болыңыздар.